Ал мен Америк Қабыржан 1941 жылы Сарайшық топырағында жаратылып, осыдан өсіп өніп, Сарайшықтың көптеген қарттардан естіген тарихтарым сол жайында Сарайшықтың қалай болып, қалай неткен, сол қарттардың айтып кеткен, қарттардың іздерінен қалған істеріміз сол есімде. Солардың қандай жерлерде қалай бар, соларға да кішкентай аз-маз үлесімді қосқаным бар. Сарайшықтың бұрынғы өзендері қайда жүрді, қалай келді, қалай өзгерді. Сонан бала қазір келіп, жаңа Молдаш музейдің бастығы, онда ұмытуға болмайды. Ол да музейге көп еңбек сіңіріп кетті, марқұм. Енді сонан кейін қазір жаңа директор келіп, ғылым докторы. Оның еңбегімен қазір көптеген жұмыс істеліп жатыр. Қасымхан қарттың мәйіттерін, оның мәйіттің ішіндегі, орталық мәйіттің ішінен 2 қазба тауып, олардың ішінен зерттеп, Қасымханның сол несін табуға сол бірталай үлестер қосып жұмыс істеп жатыр. Олар енді музейдің, біздің енді Сарайшық көптен туып өскен жерім ғой. Халқы мәдениетті, сипалы, сондықтан да келген, музейге келген туристер бәрі де риза болып, нелерге келіп, осылардың солар коллективтеріне өте риза болып, солар сондай риза болып, оларда маған енді келмейтін қонақтар бар, сол музейден шыққанда сол өздерін ықпалдарын, өздерін көңілдерін айтып, риза болып кететін еді. Астаналары бар, басқасы бар, қонақтар келгенде. Енді музейдің қазір қосылып, ар жағынан орта салынып жатыр. Ол да болса біздің Сарайшық несінде бірталай үлгі, бірталай көмек етіп жатыр үкіметіміз. Жұмыстар жемісті болсын. Қазба жұмыстарын бастағанда маған келіп, мен оларды Мырзағали құдаларымыз еді. Мырзағалидің құдаларымыз біздің Қайыр дейтін баласының, менің нағашы апамды алып, сонымен құда болып, енді қарттар, сонан мәйіті сол біздің қарттардың қасында болып Мырзағали. Оның жазып кеткен несі болар, осы Қасымхан соның іргесінде жатыр деп. Соның оң жақ беттерінде менің нағашыларым жатыр. Енді жаңалықта маған әкеліп қағаздарын көрсетіп жатыр. Оны ұзарту керек деп. Енді нағыз енді ұзартатын болса, енді оның кедергі жасамаймыз. Себебі оның жұмысын тоқтатып, көмек етуіміз керек, болсуымыз керек. Кім қайда не көрді? Енді көргеніміз бәрін айттық. Қалай болған, аса өле дейтін бар, бәрін де көрсетіп, түсіндіріп айттым, білгенімді. Тарихта өтірік айтуға болмайды. Олар жаныстырамыз болашақта. Сондықтан да ол айтсақ дұрысын білгенімізді айтуымыз керек, көргенімізді айтуымыз керек, өз-өзімізбен. Талай жерлерде енді өзім көмегім келгенше, білгенімше, көргенімше бәрін айтып, музейге қолынан келген көмегімді келіп сұрап жатсаңдар, мен енді оған көмегімді беремін деп.